Қала жаңалықтары. Кілем жуу орталығының жеткізу қызметшісі тапсырыс берушінің жұбайынан оңбай таяқ жеген. Жұмысынан үйіне ерте келген азамат ашуына ерік беріп, жағдайды анықтамастан қол жұмсаған. Жәбірленуші тілшімізге арызын баяндап берді. Бүгін жұмыстан как раз ерте келдім, есіктен кіріп басам, ана кадрды көрем ғой. Бірден қойып кеттім. Любой еркек адам сөйтіп қойып кетеді қызғаныштан. Мен ана аквачистка деген жерде жұмысқа тұрғам жақындап. Аквачистка ковров дегенге жақында жұмысқа тұрғам, доставщик болып. Кілемдерді алып кетемін де жууға апарып тастаймын. Сөйтіп ана кілем тасып жүрген кезде ана бір қатын осы ұқсас бана айтыспа бірдеңесі шегіп тұрған. Қаттырақ тартып жіберді, табағы да кетіп қалды. Сол деді, арқасы қағып шықпайды. YouTube'да көргені бар да арқасында бетеге шығады дейді. Сөйтіп істеп жатырмын. Адам деген бірінші выяснять етіп алу керек, не болып жатқанын. Есік ашылған естідім, көмексіз шығар деп қарап тұрсам, жарқ жұрқ құлатып басымнан түйіп жатыр. Мен арыз жазам. Арыз жазбағанның өзінде де